Елбасының кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бойынша тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында бірінші жартыжылдықта Б корпусы мемлекеттік қызметшілерінің аттестаттауы жүргізілетін болады. Жалпы бұл шараның бірнеше мақсаты бар. Біріншіден, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін анықтау, екіншіден, оларды мемлекеттік қызметте жылжыту үшін, құзыреттерін дамыту үшін олардың потенциалын анықтау болып табылады. Күтілетін аттестаттау бір реттік және кешенді сипатқа ие. Бұл аттестаттаудың елеулі ерекшелігі заңнаманы білуге арналған тестілеудің алынып тасталуы. Оның орнына қызметшілер құзыреттерді бағалау тестілеуінен өтетін болады. Атап айтқанда, құзыреттер үш бөлікке бөлінген. Біріншісі тиімділік, екіншісі айқындылық пен есептілік. Сонымен қатар халыққа қызмет ету. Тиімділікті зерделеу барысында қызметшінің жоспарлау және жүйелендіру қабілеті анықталады. Сондай-ақ жағдайды жан-жақты бағалап, уақытылы оңтайлы шешім қабылдай білу, өзгерістерге әрекет ету білу қабілеті бағаланады. Халыққа қызмет құзыреті аясында қызметтер сапасы мен қанағаттанушылық деңгейіне үнемі мониторинг жасау, қызмет алушыға ақпаратты қолжетімді әрі түсінікті етіп мәлімдей білу қабілеті зерделенеді. Енді аттестаттаудың кезеңдеріне толығырақ тоқталатын болсақ, жалпы олар үшеу. Біріншісі бағалау парағын жасақтау. Барлық қызметшілерге көтермелеу, жазалау, бағалау нәтижесі туралы тікелей басшысының мінездемесі сияқты мәліметтерден тұратын бағалау парағы жасалады. Оның нысаны экранда көрсетіліп отыр. Қызметшілер бұл парақпен қол қойылып таныстырылатын болады. Қате мәліметтер болған жағдайда, олар персоналды басқару қызметіне барып, өзгертулер жасауға да құқықтары бар. Егер қызметкер оған берілген мінездемемен келіспеген жағдайда, бағалау парағының арнайы бөлігінде өз көзқарастарын көрсете алады. Бұл ақпарат аттестау комиссиясының мүшелерімен міндетті түрде ескерілетін болады. Екінші кезеңде тестілеу. Бұл кезеңде автоматтандырылған тестілеу жүйесі негізінде қызметшілердің құзыреттері және жеке қасиеттері анықталатын болады. Мониторда бұл этаптың қалай өтетіні көрсетіліп отыр. Жалпы тестілеуге 1,5 сағат беріледі де, ол жерде ахуалдық тапсырмалар болады. Бұл жерде ескеру қажет. Дұрыс немесе дұрыс емес деген жауап жоқ. Қызметшілер мейлінше өзіне ең жақын тұжырымдаманы, ең жақын жауапты таңдауы тиіс. Тестілеуді өту бойынша тиісті қорытынды беріледі. Қорытындының нысанына келетін болсақ, назарларыңызды мына бір экранға аударуларыңызды сұраймын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде мемлекеттік қызметшілердің әрбір құзырет бойынша тәуекел аймағы белгіленеді. Және де әрбір қызметшінің қандай жеке және кәсіби сипаттамаларға ие екені көрсетіледі. Бұдан басқа, тестілеу қорытындысында қызметшінің қандай салалар бойынша, қандай құзыреттер бойынша дамыту қажет екендігі көрсетіледі. Тестілеу агенттікте және оның аумақтық бөлімшелерінде ұйымдастырылады. Олардың мекен-жайын агенттіктің веб-сайтында көре аласыздар. Тестілеуден өту күндері агенттікпен келісе отырып, мемлекеттік органдардың өздерімен бекітілген тиісті кестеге сәйкес белгіленеді. Үшінші кезеңге келетін болсақ, ол сұхбаттасу. Сұхбаттасу тиісті оқыту курстарынан өткен аттестаттау комиссия мүшелерімен интервью түрінде орын алатын болады. Облыстық орталықтардан шалғай орналасқан аудандық елді мекендердің қолайлығы үшін сұхбаттасуды бейнеконференциялық байланыс арқылы мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Сұхбаттасу барысы бейне және аудио жазбаларын қолдану арқылы жазылады да нақты регламенттелген. Қызметкерлер өз құқықтарын қорғау мақсатында сұхбаттасу хаттамасымен қол қою арқылы таныса алады. Аттестаттау комиссиясының шешімін шыққан соң, сұрату бойынша бағалау парағының, тестілеу нәтижесінің, аттестаттау комиссия отырысының хаттамасы үзіндісінің көшірмелерін алуға болады. Жалпы аттестаттау 3 деңгейден өтеді. Бірінші деңгейде Б корпусының жоғарғы басқарушылық буыны, яғни жоғарғы аттестаттау комиссиясы. Оларға министрлік департаменттерінің басшылары, облыстық басқармалардың басшылары және президент әкімшілігі мен премьер-министрі кеңсесінің қызметкерлері жатады. Болжам бойынша бірінші деңгей 1 ақпаннан басталып 15 наурызда аяқталады. Екінші деңгейде министрліктер мен облыстық әкімдіктердің аттестаттау комиссиялары. Ол осы аталған мемлекеттік органдардың қызметкерлері және ауылдық округтардың әкімдерімен сұхбаттасу өткізіледі. Бұл кезең ақпан айында басталып, мамыр айында аяқталады. Үшінші деңгей аудандық және ауылдық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілерімен сұхбат өткізілетін аудандық комиссиялар.
Бұл кезеңнің мамыр-маусым айларында аяқталуы жоспарланып отыр. 3 деңгейлік жүйенің ерекшелігі жоғарғы деңгейдегі аттестаттау өткен тұлғалар төменгі деңгейдегі комиссиялар құрамына кіреді. Комиссиялар қызметінде ашықтықты қамтамасыз ету үшін олардың құрамына мемлекеттік қызметшілерден бөлек қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де кіретін болады. Аттестаттау барысында мемлекеттік қызметке орналасуға мораторий болмайтынын ескеру қажет. Сонымен қатар, аттестаттаудан өткен соң қызметшілердің ішке ауысуына да мүмкіндік бар. Ал уақытша лауазымдарда отырған мемлекеттік қызметкерлер комиссияның шешімінсіз ақ конкурстарға қатыса алады. Жалпы алғанда, аттестаттауға келесі лауазымдағы қызметкерлер жатады. Орталық деңгейде сарапшылардан бастап, министрлік мен ведомстволардың директорларына дейін. Облыстық деңгейде мамандардан бастап, жергілікті атқарушы және орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің басшыларына дейін. Аудандық деңгейде ауыл әкімдері аппараттарының жетекші мамандарынан бастап, аудан әкімдері орынбасарларына дейін және орталық мемлекеттік органдардың аудандық мамандарынан бастап басшыларына дейін. Бұған қоса, елбасы мен аттестаттаудан өтуден босатылған тұлғалардың тізімі белгіленген. Олар босануға байланысты демалыстағы әйелдер, жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі баласы бар әйелдер, 14 жасқа дейінгі бала тәрбиелеуші, жалғыз басты аналар мен әкелер жатады. Сонымен қатар, 2 жылға дейін зейнет жасы алдындағы адамдар, А корпусының резервінде тұрған қызметкерлер және мемлекеттік қызметке алғаш рет орналасқан және 6 айдан кем жұмыс жасаған қызметкерлер. Бұл ретте мемлекеттік қызметке үзілістен соң орналасқан тұлғалар олардың лауазымға тағайындалу мерзіміне қарамастан аттестаттауды жалпы негізде өтеді. Аттестаттаудан босатылу тиесілік ресми мекемелер ұсынған құжаттармен расталады. Аттестаттау барысында қызметкерлердің құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету үшін олардың өтініштерін, шағымдарын жедел түрде қарайтын мобильді топтар құрылады. Мысалға алатын болсақ, аттестаттау барысында мемлекеттік қызметшілердің құқықтары бұзылған жағдайда олар осы мобильді топтарға шағымдануға құқықтары бар. Ал мобильді топтың байланыстарын агенттіктің веб-сайтында көруге болады.